Міне қажылар бәрі дайын. Қазір 10-15 минуттан кейін иншалла қағбаға кетеміз. Гидтар қазір наушниктар дайындап жатыр. Әр қажының құлағына наушник тағады. Не үшін? Бір-бірлерін тыңдап, есту үшін, адас қалмау үшін. Одан кейін мынандай әр қажыға бейджик берді. Мысалы Мадиев, Әлібек деген сияқты суретімен, Қазақ Тревел екендігі, сосын мына жерде паспорттың номері. Егер де Алла сақтасын, бірдеңе болып қалса, қай жерде қалай не болған үшін біліп отырады. Енді Алла қаласа қазір бәрін шығамыз. Бәрі дайын. Иншалла отель керемет, 5 жұлдызды. Енді аман есен қазір умрамызды өтіп алайық. Мынандай жерлерде Меккеде Қағбаның жанында су тегін таратады. Көрдіңіздер ме? Міне тегін, ақша төлемейсіз. Мынау жалпы қажыларға көп шейхтер бар, осылай байлар бар. Осындай адамдар жалдайды. Жалдап осындай су алады да, осы жерде қажыларға барлығын тегін таратады. Машалла. Арабтар, қара нәсілі. Я? مشهور انت؟ ها؟ انت مشهور؟ مشهور؟ ايه؟ يا كم متابع عندك؟ Казахстан. كازاخستان ما شاء الله. Сұрап отыр, қай жақтансың деп отыр да. Қазақстан дедім. Алхамдулилlah, көрдіңіз бе? Су тегін беріп отыр. Оңға қарамаңыздар, қазір Қағба алдыңыздар шығады, қараған кезде дуа жасаймыз иншалла. Бұл кісілер просто Қағбаны көрмеген ғой. Мен айтып жатырмын да, Қағба қараған тұста қазір тура міне мен көріп тұрмын. Оларға көрсетіп тұрған жоқпын. Қараған кезде қазір дуа жасаймыз иншалла. Мынау оң иықты ашып қойған себебім ол сунна. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алғашқы 3 нені Нышанбек көзіңді аша бер. Қағба. Алғашқы 3 айналымды қолда бүйтіп көрсетіп айналыңдар деген пайғамбар саллаллаху. Неге? Мүшриктерге сол кезде кәпірлердің күштерін көрсету үшін бұл суреттеріңді ойнатыңдар деген. Міне қазір біз сол үшін оң иықты ашып қойдық ер адамдар. Әлібек болды. Ақырет. Әлібек. Бұл көп адамдардың арманы осы Қағбаны көру. Қанша жыл бойы осы Қағбаны көріп теледидардан. Енді міне живой дейміз ба? Қазір қара тастан бастаймыз. Кетіп па? Міне Қағба алдымда. Ана жерде қара тас, қазір қара тасқа ешкімді жібермейді. Осы қара тасқа қарап, оң қолыңызды қоясыз да бисмилля Аллаху акбар деп бастаймыз қазір. Міне мына жерден. Тура осысын. Бисмилля Аллаху акбар. Бірінші айналым басталды. Енді дұғада болайық. Дұға жасаймыз. Бүйтіп қолды ұмытпау керек ер адамдарға. Сәл былай айтқан кезде, машалла, сөз айтып жеткізу мүмкін емес мына. Бірінші 3 айналым айтқандай, ер адамдарға, ол әйелдер қатысты емес, сәл жүрісті ширату керек. Одан кейін емен бұрышына жеткен кезде Раббана атинаны айтамыз қазір иншалла. Осы жерде жүріп дұға жасай береміз. Ең бастысы Алла тағала біздің жерімізге, елімізге тыныштық берсе екен, тауфиғы бар мықты патшаларды берсе екен. Міне көріп тұрсыздар, мына тазалайтындар миллиондаған адамдар жүреді ғой. Бәрі кір болып кетеді, мынаның бәрі кафель, мрамор тазалап жатыр. Бәрі қажылардың жағдайы үшін жасалып жатқан. Мынау Ибрахим, ана жерде Ибрахим мақамы, мынау Исмаилдің мақамы дейді мына жерде. Исмаилдің үйі деп айтады. Исмаил кезінде осы жерде соның іргетасы қалып қойған. Кезінде Қағбаның мынау іргетасы болып саналады. Егер де осының ішіне кеп намаз оқысаңыздар,
Кағбаның ішінде намаз оқығанмен тең. Кезінде осы Қағбаны қолмен ұстауға болатын еді. Қазір енді жақындамайды, пандемия, тағы да басқа неше түрлі жағдаяттар бар, білесіздер, жақындатпайды. Мына жерде Йемен бұрышы. Йемен бұрышынан бастап, қазір Раббана атина деген дұғаны айтамыз, иншалла. Міне, Йемен бұрышына келдік. Енді дұға. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина ғазабан нар. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار деп осы қара тасқа дейін айтамыз. Қара тасқа басында біз бисмилля Аллаху акбар дедік қой. Енді екіншіден тек қана Аллаху акбар деп айтамыз. Аллаху акбар. Екінші айналымға кеттік. Бір айналым бітті. Біз жетеу жасауымыз керек. Elhamdülillah, Allah'a şükür olsun günge жеткізген. Бұл сезімді сөзбен жеткізу өте қиын. Бұны сезіну керек, осында болу керек. Аллах қаласа, әр мұсылман бауырға осы Меккеге келіп, Аллахтың қонағы болуын нәсіп етсін. Барлық мұсылман бауыр, қарындас, әпке, аналарымызға, аталарымызға. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ең басты. Осы күнге жеткізген Аллахқа бір сан шүкір. Аллаху акбар. Тауафты біттік. Тауаф біткеннен кейін мына жерде Ибрахим мақамының артында 2 ракат сүннет намазын оқыдық. Кафирун, Ихлас сүресін оқимыз. Енді қазір иншалла обязательно міндетті түрде зәмзәм суын ішеміз. Бұл да сүннет. Енді мынау Қағба, бүкіл әлем осы Қағбаға қарап тұрды. Бүкіл әлем қай жақта болсын, қазақ елінен, білмеймін, Австралия, Африкадан, осы жерде осы Қағбаға қарап бәрі намаз оқиды. Тура Қағба алдымызда тұр. Жаңағыда бүкіл дұға жасадық, бүкіл дұға сұрадық. Енді әдеттегідей сүннетке сай не істейміз? Біз зәмзәм ішеміз иншалла, жүрміз. Бүйтесіз, басасыз. Бисмилля. Сап-салқын зәмзәм су. Қолыңызды жаясыз. Және де Алладан дұғаңызды тілеп, иншалла зәмзәм ішеміз. Alhamdulillah. Зәмзәм бал ғой. Зәмзәм бұл. Зәмзәм ол жәннаттан бастап алады, осыны ұмытпаңыздар. Сіздер жәннаттың сусын ішіп жатсыздар. Тағы ішем. Не, зәмзәм іштік. Енді келесі рәсім ол Сафа мен Марваның арасында сағи жасау. Жүріңіздер. Бірақ оның алдында мынандай Бақара сүресінің 158 аятын оқу керек. Осы дұғаны міндетті түрде көтеріліп бара жатқан кезде айтасыз. Одан кейін тұрып дұға жасаған кезде айтатын дұғалар бар. Жүріңіздер, мен сіздерге айтайын. Бұл Бақара сүресінің 158 аяты. Міне Сафа. Осы Сафадан бастаймыз. Ажар анамыз осы Сафада тұрып, Исмаил баласын Қағбаның жанына қойып, Сафа мен Марваның арасында жүгірген су іздеп. Сол рәсімді біз жасаймыз иншалла. Осы жерде тұрып, міне Қағба алдымызда дұға жасаймыз. Бұл дұғаны 3 рет оқу керек ағайын. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وحزن ما أحزب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر وحده وهزم الأحزاب وحده
үш рет айттық, енді сағи жасаймыз, жүріңіздер. Мынау сағи ағайын, жеті. Мына қазір Сафаға бардық. Сафа, Марва. Міне, Сафадан Марваға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сонда Марвада бітеді. Осы 7 рет сағи жасаймыз. Бұл жерде ана зеленый линияны көріп тұрсыздар ма? Астынан қазір көресіздер. Бұл жүгіретін жер. Жүгіретін жер. Сахабалар жүгірген кезде дейді, ихрамдар артында бұлай жалау сияқты желпілдейтін дейді. Солай жүгірген жақсы. Не үшін жүгіреміз? Ажар анамыз осы жерде жүгірген. Неге жүгірген? Өйткені Исмағил көрінбей қалатын. Сафадан Марваға бара жатқан кезде төменге түсіп көрінбей қалады. Сол көрінбей қалған себебінен уайымдайды ғой. Уайымдағаннан кейін жүгіреді. Қашан Исмағил көрінеді екен деген сияқты. Ұлы кішкентай құмдақтаулы жерде жатыр. Сол қазір міне жасыл көрдіңіздер? Міне жасыл. Осы жасыл қай жерге дейін бітеді, сол жерге дейін жүгіру керек. Әне адамдар ақын жүгіріп бара жатыр. Жүгіру сүннет. Жүгіру сүннет. Ол ажар анамыздың сүннеті. Ал міне, бисмилля, кеттік жүгіреміз. Бұл сунна. Осы сағидың үкімдерінің бірі. Бұл кімнің сүннеті? Бұл ажар анамыздың сүннеті. Исмағил көрінбейді. Исмағил көрінбей жатыр. Көрінбей жатыр. Міне енді Исмағил көрінді. Осы жерде ажар анамыз тоқтаған екен. Ана Марваға дейін барамыз. Сөйтіп 7 рет сағи жасаймыз. Осы сағи біткеннен кейін, иншалла, шашымызды тықырғып аламыз. Шашымызды тықырғып алу, ол үлкен құлшылықтардың бірі. Қанша тал шаш бар, соншама күнә төгіледі, иншалла. Алла тағала соған нәсіп етсін бізді. Асыр намаз басталды, асыр намазды оқып алайық. Уже міне 7-шісі қалды. 7-ші Сафа. Сафада тұрмыз. Марваға 7-мен бітеді. Иншалла қазір. Асыр намазын оқып алайық екінтіні. Әйелдер бөлек, мына артында бәрі. Біз ана жерде еркектерге қосылғанбыз. Мына жақта жасыл келіп қалды. Жүгірек. Мына жақта не? Әр парыз намазынан кейін міндетті түрде жаназа намаз оқылады. Өйткені меккеліктер жалпы Сауд Арабияда мәйіттердің барлығын мешітке келіп, осы жақта жаназа оқиды. Сөйтіп Аллаху акбар. Міне жаназа басталды. Біз сағи жүріп жатырмыз. Аллаға шүкір. Жаназа оқылады. Алла. Соңғы 7-ші сағи. Замзам тура 2 сағидің ортасында міндетті түрде замзам тұрады. Осы замзамды ішсе болады, иншалла. Әжде міне біреу алыптыр. Замзам. Ақырын бассаңыз, ой-бой. Бисмилля. О, міне. Мынау замзам. Ал, бисмилля, шегенді. Аллахумма иннека афуун тухиббул афва фаъфу анна. Алла сізді кешірімдісін. Кешірген жақсы көресін. Алла біздің күнәларымызды кешіре көр. Амин. Алхамдулилlah. Мына жерде мынандай мусорлар бар. Міндетті түрде осы жаққа тастайсыз. Барлығы тазалық үшін. Біз қажылыққа келдік па, тазалықты сақтауымыз керек. Енді соңғы қазір Марваға жетеміз. Болды, сонымен сағи бітеді. Сосын шашымызды аламыз. Ағайын, 3 сағаттың ішінде біздің кіші қажылығымыз аяқталды. Аллаға шүкір. Енді тек қана шаш қию қалды. Қазір енді мына жақта барбершоп деген сияқты нәрсе бар, шаш алатын жер. Сол жаққа барып, бүкіл шашымызды қырқып тастаймыз да, күнәларымыздан тап-таза болып, иншалла, Алла тағала соған нәсіп етсін. Сонымен умрамыз тамам. Ал алдағы уақытта сіздерге тағы да керемет тарихи жерлердің бәрін көрсететін боламын. Бізбен бірге болыңыздар. Мына жерде шығасыздар ғой, шаш алам дейтіндер көп. Хаммад? Кам? 10 реал дейді, жүріңіздер. 10 реал примерно 1200 теңге ғой. 1200. Бірақ о жерде бір қызығы, ана шаш алдырған кезде, мысалы, егер де сіз госорганда жұмыс істесеңіздер, беспалево былай айтқан кезде, шашын қырқып тастамаусын. Мына жақтан мынандай сөз айту керек.
мысалы барбершоп әйтеуір шаш таразы барғанда шуай деп айтасыз. Кішкене. Яғни шеттерін ғана былай полностью алып береді. Ал егерде толық қырқу керек болатын болса, енді ол жалпы мемлекет жұмыста істемейтін болса, прическасын ойламайтын болса, или жай қарапайым адам болса, онда күллі дейсің, шашыңды күллі толық алып таста деген сөз ғой. Қазақтың сөзі сияқты, бірақ ол арабтың сөзі. Мисвак сатып отыр, қараңыздар. Тіс тазалайтын мисвак. Машалла. Осыны кесіп сатады. А біз шаш алып барамыз. Қазір кірген кезде күллі дейміз ғой. Сөйтіп сүннет жасаймыз. Бұл умраның соңғы рәсімі шаш алу. Умраның соңғы рәсімі. Әне, қол отыр, әне, қараңыз. Әне, қажылар. Новоиспеченный қажылар. Шашты алып жатыр. Ахи. Адам сау жоқ. Машалла, барқыл. Болды, осы жерге келем, шаш аламыз. Мына шаштарас? Жа, бүйтіп айтайын. Я, Хаммад. Ардақ, Казахстан. Казахстан. Ля, шуай. Күлли. Bilek. Білек. Бисмилlah. Кеттік, ал, шаш аламыз. Массаж? Зек сияқты өкетті ме? Бұл нағыз мұсылманның келбеті умрадан кейін, үлкен қажылықтан кейін ағайын. Енді сәл мынандай бір көрініс болғанымен ренжімеңіздер, бір басымызды жуып алған жақсы. Короче, бас жумаймыз, офиске барып, комнатаға барып жуамыз. Жазакумуллаху хайран. Қажылығың қабыл болсын деп жатырмын.